Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға лүпіл басып, тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақ арнасының дамуына қолдау білдіріңіздер. Ертеде бір ақылды адам күндердің күнінде баласын шақырып алып, бар ақылын үйретіпті. Ақылында: балам, біріншіден қатыныңа сырыңды айтпа. Екінші, ақмақпен дос болма. Үшінші, жаңа байығаннан қарыздар болма, депті. Баласы әкесінің бұл айтқан сөздерін мақұлдап көнген. Бірақ неге айтқанын білмей, талайға дейін түсіне алмай жүріпті. Ойлай, ойының түбіне жете алмапты. Бір күндері болғанда, әкесінің айтқандарының бәрін қолымен істеп, көзімен көрмекші болып, бір байдан қасақана қарыз алады. Бір ақмақпен дос болады. Сөйтіп үйіне келіп, бір қойды бауыздап өлтіріп, қолын қандап, үйінің артынан жер қазып, көме салып, қатынына келіп: қатын, мынау менің қолымдағы қанды көрдің бе? Мен бір кісіні өлтіріп едім, сен ешкімге айта көрме, дейді. Қатыны: ой Тәңір-ай, кімге айтайын, ешкімге айтпаймын, дейді. Сонымен біраз күндер өтеді. Бір күні түнде қатынымен ұрысып қалады. Қатыны азанмен тұра салып, ханға барып арыз береді. Байым анада бір кісінің қанын ішіп еді, енді мені де сөйтпекші болды. Мені түнімен сабап шықты, дейді. Хан естісімен-ақ жендетін жіберіп, жігітті шақыртады. Жендет байдың баласын айдап келе жатқанда, куәлікке досымды ерте жүрейін деп, досына келсе, қолым тимей жатыр, деп бармайды. Қоштасып одан өте бергенде, баяғы қарыздары ұшырасады. Олай-бұлай деуіне қоймайды, ақшасын сұрайды. Жапсып жағадан алады. Жанын тықсырып бара жатқан соң, бұрынғы ақшасын жанынан суырып бере салады. Бұдан өтіп ханға келеді. Хан: не үшін ханшерлік қыласың? Қатының анада бір адам өлтіріп еді, енді мені өлтірмекші болды деп арыз беріп отыр, рас па, дейді. Бала: жоқ тақсыр, олай еткен емеспін, деп шынын бастан аяқ айтып береді. Хан сенбестен адам жібертіп, тексертіп, істің анығына жетіп сенеді. Бірақ хан мұның әкесінің ақылдылығынан қорқып, бағыма бөгет болама деген мақсатымен баланың көзін жоймақшы болады. Бір терең зындан қаздырып, соған әкесі мен баласын салып көмдіріп тастайды. 2-3 жыл өтеді. Оған кейін диқандарда қарақ жатпастан егін егіп, оғып-бұғып, зындандарының үстіне таптауға жақындатады. Бір күні ханның тамағына шөп кетіп, ауырады. Дүниеде бақсы балгер тәуіптердің ешқайсысын қоймай, қаратса да жазылмайды. Бір күні бұрынғы білгір адамның қадірін білетін бір адам ханға келіп: ол жақсы адам еді, сіздің ауруыңызды қалайда болса жазатын еді. Алтынның қолда барда қадірі жоқ дегендей, сіз оның қадірін білмедіңіз, жазасын тартқаныңыз осы, дейді. Хан жұртын жиып, ол адам шын білгір болса, әлі күнге дейін өлген жоқ, деп білінбей қалған зынданның маңдайынан өңгірлетіп қаздырып жатқанда бір сүйек шығады. Бұл қайсынікі екені белгісіз. Ажырата алмастан одан әрі қаздырғанда ақылдының өзін тауып алады. Баяғыда көмілерінде өзімен бірге бір дорба тоқаш көмілген екен. Білгір содан күніне жеп күні өлтіп, тірі жатыр екен. Бірақ қансыз, сөлсіз өлудің аз алдында екен. Сонда жұрт: ханымыз ауырып жатыр еді, сені жазады деген соң саған жіберіп еді. Біз алып кеткелі келдік, соған жүр, дейді. Білгір: жоқ, бармаймын. Хан мені бір өлтіріп, енді өзіне керек болғанда ғана шақырды ма? Бар, айтыңдар, дейді.
жұрт ханға қайтып барып келмейтінін білдіргенде, сонда хан: егер мені жазса, күллі бақ дәулетімнің бәрін беремін деп жатыр деңдер, дейді. Жұрт білгірге қайта барып ханның сөзін айтыпты. Білгір: олай болса 40 қыз әкеліңдер, бір саты тауып, соған зынданның аузына жеткенше қыздарды жағалта қойыңдар, деген. Айтқанның бәрін істетеді. Сатыдан жоғары өрлеп келе жатып, жолдағы жағалай тұрған 40 қыздың бетінен шопылдатып 40 сүйіп, үстіге шығады. Беті сөлденіп, әбден айығып ханға келсе, тамағына шөп қадалып, азаптанып өлудің азақ алдында жатқанын көреді. Сен жазыла алмайсың, бірақ менің бір шартым бар, соны орындасаң ғана жазылуың мүмкін, дейді. Сонда халқы да, хан да: егер жазатын болсаң, орындаймыз, дейді. Ендеше ханның жалғыз баласы бар екен, соны әкеліңдер, алдында бауыздаймын, содан жазылар, дейді білгір. Хан мұнысына: балам өлгеннен өзім өлгенім артық, деп көнбепті. Сонда қарт: жоқ, сені өлгеніңнен балаңның өлгені артық. Жас балаң өсіп, бізді билегенше, біздің тұқымымыз құрыйды, деген соң, алажыз баласының бауыздауға қияды. Баланы алып келіп, алдына аяғын буып, бауыздамақшы болып тұрып: қой, көзіне көрсете бауыздамайық, ханымыз талып қалар, дейді де, алдына ши тартып, ханның көзінше баланы шиге кіргізіп, басқа бір қойды аяғын буып әкеліп, қор еткізіп, шалып жібереді. Жаны қиналған хан: жалғыз баламнан айырылдым-ау дегенде, ух деп күрсінгенде, тамағында қадалып көлденең тұрған шөп сызылып көлбеп түсе қалады. Һәм ханның өзі де, баласы да аман қалады. Видеоларымызды өткізіп алмау үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.